Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай ерекше жарины лағман жасаймыз, яғни цомян тағамын жасаймыз. Ең алдымен етімізді жұқа етіп турап аламыз. Дәл видеодағыдай тұраңыздар, сол кезде біздің етіміз тез пісетін болады. Осы туралған етімізді ең алдымен маринадтап аламыз. 2 ас қасық сұйық май, 2 ас қасық су. Мен осындай синкан деген соевый соус қолданамын. 2 ас қасық соевый соус саласыздар. Және үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш жарты шай қасықтан салып, жақсылап араластырамыз. Осы маринадталған етіміздің бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Неғұрлым жақсы маринадталған сайын, соғұрлым біздің етіміз тез піседі, және дәмі өте дәмді болады. Енді пиязын пен сарымсағымызды жақсылап турап аламыз. Мен бұл жерде үлкендеу сарымсақ алдым. Егер де сіздерде кішкентай болатын болса, 2 тісше қолдансаңыздар болады. Дәл видеодағыдай майдалы етіп турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, үстіне маринадталған етімізді салып қуырамыз. Жақсылап қызарғанша қуырып алыңыздар. Етіміздің үстіне пияз бен сарымсақты салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді осы етіміз жақсы жұмсару үшін үстіне жарты стакан су құйып, жақсылап бұқтырамыз. Бетін жауып 30-35 минутқа бұқтырып аламыз. Етіміз пісеміз дегенше көкөністерімізді жақсылап тураймыз. Цветная капустаның қатты жерін алыңыздар. Дәл видеодағыдай жұмсақ жерін пышақпен алып, қатты жерін қосамыз. Дәл осылай жақсылап турап шығыңыздар. Қатты үлкен етпей, қатты кішкентай етпей, дәл видеодағыдай кубик қылып турасаңыздар да болады. Тәтті бұрыштары дәл солай кубик етіп турап аламыз. Тәтті бұрыштың әртүрлі тұсын қоссаңыздар да тағамдарыңыз өте дәмді, әрі ерекше әдемі көрінетін болады. Тәтті бұрыштарымызды да кубик етіп турап аламыз. Көк пиязымызды ұзынша ірі етіп турап аламыз. Етіміздің үстіне бір қазанақ және жарты ас қасық томат салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне көкөністерімізді саламыз, яғни цветная капуста, тәтті бұрышымызды салып, 10 минуттай қуырып аламыз. Өте көп қуырудың қажеті жоқ, себебі біздің көкөністеріміз қатты жұмсарып, қатты кетпеуі қажет. Бетін жауып 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Осы қамырымызды 2-3-ге бөліп аламыз. Етіміздің үстіне салып, 2 ас қасық соевый соус салып, жақсылап араластырамыз. Осы қамырымызды 5 минутта қуырып аламыз. Міне достар, біздің жарины лағман, яғни цомян тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.